Таңдай бадамшасы немесе бадамша безі иммундық жүйенің маңызды бөлігі және екіншілік лимфоидты орган. Оның басты ерекшелігі иммундық жасушалардың сыртқы ортамен алғаш рет тікелей байланысу орны болып табылады. Орналасуы таңдай бадамшасы бадамша шұңқырында фосса тонзилляристе орналасады. Алдынан таңдай тіл доғасы аркус палатоглоссус немесе алдыңғы доға, артынан таңдай жұтқыншақ доғасы аркус палатофарингеус немесе артқы доға. Жоғарғы жағынан жұмсақ таңдай палатум моле, төменгі жағынан тіл түбірі радикс лингва. Бұл анатомиялық орналасу арқылы таңдай бадамшасы Вальдейр-Пирогов лимфоидты сақинасының құрамына кіреді. Медиальды беті ауыз қуысына қарайды және шырышты қабықпен жабылған. Шырышты қабық көп қабатты жалпақ эпителиймен қапталған. Бадамшаның бетінде крипталар, яғни лакуна тонзиллярис орналасқан. Эпителийдің ішке қарай терең ойысулары болып табылады. Крипталардың саны әдетте 7 мен 12-нің арасында, бірақ кейбір деректерде 10 мен 20-ға дейін деп көрсетіледі. Жоғарғы бөлігінде ерекше үлкен крипта магна орналасады. Бұл жерде тағам қалдықтары, бактериялар жиналып жиі созылмалы тонзиллитке себеп болады. Латералды бетінде бадамшаны қоршап тұрған бірнеше анатомиялық құрылым бар. Ең алғашқысы фиброзды капсула тонзиллярис. Бадамшаны қоршап тұрған тығыз қабық. Одан кейін паратонзиллярлы кеңістік спатиум перитонзилляре. Бұртпылдақ ареолярлы тіннен тұрады. Бұл кеңістік клиникалық тұрғыдан маңызды, өйткені инфекция дамығанда паратонзиллярлы абсцесс пайда болады. Фасция букофаринге, яғни орт жұтқыншақ фасциясы бадамша шұңқырының сыртқы қабатын құрайды. Бадамша безін алып тастау кезінде хирургтар дәл осы паратонзиллярлы кеңістік бойымен бадамшаны бөліп алады. Бадамшамен байланысты бұлшықеттер алдынан мускулус палатоглоссус таңдай тіл бұлшықеті алдыңғы доғаны құрайды. Артынан мускулус палатофарингеус таңдай жұтқыншақ бұлшықеті артқы доғаны құрайды. Латералды орналасқан мускулус констриктор фарингеус супериор жоғарғы жұтқыншақ қысқыш бұлшықеті. Бұлшықеттер жұтыну кезінде тамақ қалдықтарын ауыз қуысының жұтқыншаққа өткізуге көмектеседі және бадамшаның орналасуын тұрақтандырады.